Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақтың тұңғыш суретші қызы Айша Ғалымбаеваға арналады. Айша қазақ халқының өнер тарихындағы ерекше орын алатын тұңғыш суретші қызы. Ол сырт келбетімен ғана емес, ішкі рухани әлемімен де көзге көрінеді. Тақырыбымызды бастап айтпас бұрын сергіту сәтін орындайық. Импульс әдісі оқушылардың көңіл күйін ширатып, белсенділігін арттырады, өзара және оқытушымен қарым-қатынасын нығайтады. Енді орындалу тәртібін сіздерге түсіндіретін болсам, жалпы оқушылар партаның екі қатарына тұрады, қарама-қарсы болып. Шептің басында екі оқушы партаның ортасына бөтелке немесе басқасында заттар қойылады. Шептің басында отырған екі оқушыға екі қатарда орналасқан оқушылар бір-бірінің қолын қысу арқылы белгі береді. Шептің басындағы екі оқушы бөтелкені алып үлгеруі тиіс. Яғни бұл оқушылардың жылдамдығын, қағылездігін, бір-бірімен байланыстылығын дамытады және де жақсы көңіл-күй сыйлайды. Сергіту сәтін орындап болған болсақ, тақырыбымызды бастайық. Айша Ғалымбаева кім? Жасынан өнерге әуес. Жас кезінен өнерге бейім, бірегей стилі мен техникасы бар, шеберліктің қарышпен дамитын, яғни үнемі даму үстінде болған суретші. Жас кезінен өнерге бейім, Айша суретке деген қызығушылығы мен дарынын жас кезінен ақ танытып келген. Сонымен қатар Айша суреттері көрермендерді таңғалдыратын бірегей суреттік өзіндік тәсілдерімен ерекшеленеді. Және де Санкт-Петербург суретшілер академиясында білім алу арқылы өз шеберлігін жетілдіріп келген. Көркемдік мұрасы жайында айтатын болсақ, портреттік құнды шығармалары бар, және табиғат және ұлттық бояулары бар, жанды көркемдік тіл, яғни суретке бір жан бітірген. Айша қазақ қыздарының нәзік келбетін, рухани әлемін терек бейнелеген портреттік шығармалары, яғни суреттері бар. Оның пейзаждарында қазақ жерінің тылсым сұлулығы мен ұлттық бояулары айқын көрініс табады. Табиғаттың жан бітірген суретте. Айша шығармаларында қазақ өнерінің тереңдігі мен көркемдік ерекшелігі де байқалады екен. Өнер әлеміндегі өзіндік орынды жайында айтатын болсақ, тұңғыш қыз, яғни Айша қазақ халқының өнер тарихындағы тұңғыш әйел суретші ретінде аты аңызға айналды. Көрнекті шығармалары бар. Оның портреттері, пейзаждары мен натюрморттары көпшіліктің көңілінен шыққан. Өнер тарихындағы орны. Айша қазақ өнеріне айрықша үлес қосып, қазақ халқының мәдени мұрасын көрсете білді. Енді шығармашылықтың қайнары. Қазақ халқының мәдени мұрасы, халық өмірін бейнелеу жаңашыл көз қарастарымен көрініс табады. Қазақ халқының мәдени мұрасы дегенімізде, Айша шығармаларында ұлттық рухтың, салт дәстүрдің, табиғат сұлулығының бой көрсетуі айқын байқалады. Халық өмірін бейнелеу дегенімізде, оның суреттерінде қазақ ауылының тұрмысы, адамдарының тіршілігі қуатты әрі тартымды көрініс табады. Сонымен қатар Айша шығармаларындағы көркемдік тәсілдер мен бейнелеулерінің өзіндік ерекшеліктері бар. Яғни басқа суретшілерге ұқсамайтын өзіндік тәсілдермен салады екен. Ендігі кезекте бүгінгі біздің өтетін грамматикалық тақырыбымызға назар аударайық. Бүгін біз табу сөздерді өтетін боламыз. Табу қазақ ұғымындағы мәдениетіндегі табу ұғымы дәстүрмен, ұлттың болмысымен астасып жатыр. Яғни біздің салт дәстүрімізбен, әдет-ғұрып мәдениетімізбен тікелей байланысты. Қазақ қызы келін болып ақ босағада аттағаннан кейін атасының, қайнаға, қайнына сіңлісінің атын атамай жарасымды ат қояды екен. Мысалға, үлкен ата, бай атам, ағаже деген сынды есімдермен атайды екен. Сондай-ақ жаңағындай ерке бала, бойжеткен деген сынды да жаңағы келген жас келін атымен емес сондай есім қояды екен. Сонымен қатар ауру атауларында да ауру келмесін дегеннен аурудың атын атамай, оған жаңағындай ат қойған. Сонымен қатар ұлыма деп жаңағы қасқырды атаған, сол сияқты ауруларды, жануарларға да есім қойған екен. Сондай ат қойған. Яғни бұл салт дәстүрмен, әдет-ғұрыпқа тікелей байланысты сөздер. Ендігі кезекте мәтінмен таныс болатын болсақ, кітапта берілген сұлулық пен қуаныш сыйлайтын өнерпаз мәтінін оқып, мазмұнын талдайық. Жауап берейік.
Әлемнің және қазақтың танымал суретшілерінен кімдерді білесіңдер? Қандай суретшілерді білесіздер? Кескіндеме өнер туралы не білесіңдер? Яғни сурет өнері жайында, бейнелеу өнері жайында қандай ақпаратта таныс болдыңыздар? Үшінші сұрақ, көркем өнердің көкірегінде сұлулық пен қуаныш күй болып шертеді дегенді қалай түсінесіздер? Осы сөздің мағынасын қалай жеткізесіздер? Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарға жауап беріп өз ойымызды айтқан болсақ, келесі кезекте бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма бізде 3 балды құрайды. Яғни сіздер табу сөздерді қатыстыра отырып, Айша Ғалымбаеваның бір кесек қымыз картинасын сипаттап жазасыздар. Яғни бұл суретке назар аударатын болсақ, бір кесек қымыз, яғни өз ойларыңызды білдіретін боласыздар. Қажетті сөздер қарагөз, бикеш, шырайлым, еркежан, яғни табу сөздер сіздерге берілген. Тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма бірінші бағанда берілген кісі аттарын тура атамай, қандай сөздермен ауыстырған, сәйкестендіріп жазасыздар. Яғни Біржан сөзі қалай басқа сөзбен жаңағыда қандай атаумен атаған, Бүркіт сөзін қалай атаған, соны өздеріңіз сәйкестендіріп жазатын боласыздар. Бұл 4 балды құрайтын тапсырма. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, Айша Ғалымбаеваның сурет өнері туралы жаңағы картинкалары, суреттеріне қарай отырып, өздеріңіз өз ойларыңызды білдіресіздер. Бұл ауызша тапсырма 4 балды құрайды. Сіздердің жаңағы өз ойларыңызды ашық жеткізулеріңізге байланысты. Яғни бұл жерде Айша Ғалымбаеваның салған суреттері мен Айша Ғалымбаеваның суреттері көрсетілген суретке назар аударатын болсақ, осыған қатысты өз ойларыңызды айтатын боласыздар. Тапсырмаларды орындап аяқтап балдарыңыз алған болсаңыздар, келесі кезекте үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмада 5-ші тапсырма, яғни үзінділерді оқып, табу сөздерді теріп жазасыздар. Яғни бұл үзіндіде қандай табу сөздер кездескен, сол сөздерді жазып, қай түріне жататындығын жазып қойсаңыздар болады. Сабақ аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.